10-шы сұрақ. 45 Қытай, 35 неміс және 25 американдықтан тұратын туристік топ аралға жету үшін көлді қайықпен жүзіп өтпек. Егер бір қайыққа тек 7 адам ғана сиятын болса, барлық туристерді аралға бір уақытта жеткізу үшін кем дегенде неше қайық керек? Егер бір қайыққа тек 7 адам ғана сиятын болса, сонда әр бір қайық бізде 7 адамдық. 7 адамнан қайықтағы адамдар аспау керек. Және мына жақта не дейді? Барлық туристерді аралға бір уақытта жеткізу үшін кем дегенде ең аз дегеніміз, қанша қайық керек? Сонда қараңыз, осы туристерді бір-бірімен араластыруға болады. Бір-бірімен екі әртүрлі ұлттың туристерін бірге отырғызуға болады. Сонда барлығын бірінші санайық. Неше бізде турист бар? 45 қосылған 35 қосылған 25. Мына жақта шығады 80 қосылған 25, 105 турист. Ол бізде барлығы. Енді барлығы бізде 105 турист болса, 7 адамнан бір қайыққа сиятын болса, біз осы туристер санын осы 7-ге бөлеміз де табамыз неше қайық керек екен. Сонда 105-ті егер біз 7-ге бөлсек, бізде шығады жауабында 15 саны. 15 саны мына жақта ол бізде қайықтар санын көрсетеді. 15 қайық жеткілікті бізге осы 105 туристі бір аралдан екінші аралға дейін апару үшін. Сонда керек деймін. 15 қайық жауаптардың ішінен С жауабында бізде берілген. С жауабы бізде дұрыс.